Қазақстанда ағзаны трансплантациялау саласы дамудың алдында тұр. Бұл күрделі операциялар мыңдаған науқастардың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Трансплантациялау операцияларының саны жылдан жылға артып келеді, бірақ әлі де шешілмеген мәселелері көп. Әр жыл сайын қазақстандық трансплантологтар жүрек, өкпе, бауыр мен бүйрек трансплантациясы бойынша шамамен 200 ота жасайды. Бірақ бұл операцияларға қажеттілік одан да көп адамдар бар. Нақтырақ айтқанда, елімізде 4000-нан астам адам трансплантацияға мұқтаж. Оның ішінде 100-ден астамы солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары. К сожалению, трупный орган. Өкінішке орай біздің елде тек мәйіттік донорлық дамып келе жатыр. Бұл бағыт әлі толыққанды қалыптаспаған. Бүгінде көбінесе туыстық трансплантациялар жасалады. Осы процестерді бақылап, этикалық нормалар мен ережелерді сақтайтын арнайы комиссия құрылып, реципиенттер арасындағы байланысты анықтайды. Мәйіттік донорлықтың дамуы әлі де баяу, себебі адамдар оның маңыздылығын толық түсінбейді. Өткен жылы Қазақстан бойынша бар болғаны 6 көп ағзалы донорлық алым жасалды. Бұл өте төмен көрсеткіш. Барлығы 29 ағза трансплантацияланып, олардың 3-еуі балаларға жасалған. Еркен Жұматаевтың өмірі 2015 жылдан бастап түбегейлі өзгерді. Оның 2 бүйрегі де жұмыс істемейді. Сондықтан ағза трансплантациясы оның бірден-бір үміті болып отыр. Еркен апта сайын тұрақты түрде гемодиализ процедурасынан өтуге мәжбүр. Бұл ауыр әрі маңызды процедура, оның өмірін сақтап қалу үшін қажет. 2018 жылы осы гемодиализ процедурасына келдім. Жұма сайын 3 рет келу керек. 4 сағат болады процедура. Денедегі артық суды аппарат арқылы шығарады. Айта кету керек, соңғы 10 жылда елде 2,5 мыңнан астам ағза трансплантациясы жасалған. Назерке Бекежан, Нұржан Омар, Алатау ақпараты.